Бүгінгі біздің сабағымызда Мильтон моделі өте қызықты модельдің бірі. Бұны білген адам Мильтон моделінің арнайы курсы өтіледі. Негізінде бұл гипноздың, жалпы біздің психологиядағы, психотерапиядағы гипноздың негізі. Сондықтан бұны білгенде ешқандай зияны жоқ, керісінше бұл көп әрекеттерге мүмкіндік береді. Адамның өзгеруіне, Мильтонның әртүрлі жаңағы көзқарастары, сұрақтары кеңінен ашылады деп айтсақ болады. Ол үшін ең алдымен мен былай жасайын, қазір анықтамасын айтып отырамыз да, тағы да біз мысал келтіріп отырамыз. Жаттығу жасаймыз, қайтадан бекітіп отырамыз. Келістік пе? Келістік. Ондай болса, кім айтады? Келе қойыңыз. Бұл сөйлемдерді құрудың тәсілдері, яғни сіз әңгімелеушіден қол жеткізгіңіз келетін мінез құлықты ол санадан тыс деңгейде қабылдайды. Бұл жағдайда сана тек шебер болыңғырлықты алады. Бұл Мильтон моделін қарама-қарсы Бентер мен Гриндер сипаттаған. Ол метамодель содан кейін кестеге белгілі бір тілдің алғашқы үлгі құрылымы ретінде енгізілген. Ол біздің күнделікті сөйлеуімізді жіктейді және дәлірек мазмұнды сөйлеуді көрсетеді. Мысалға келсек, ол яғни әркім мәтін жасауға тырысты. Дәл кім? Супер жалпылау. Бізде шешім бар, нақты не бар? Номинализация. Біз сізге көмектесеміз. Біз нақты не істейміз? Нақты емес етістік өтініш беру ұсынылады, кім ұсынады? Модельділік. Бізді сапасы жақсы ма? Сіз қалай салыстырасыз және немен? Критерийсіз салыстыру. Енді отыра қойыңыздар. Енді қараңыздар, денелеріңізді босатыңыздар. Еркін қазір мен сіздерге ой айтам. Бүгін сіздерде өте керемет күн деп есептеймін. Бүгінгі күн қуанышты деп есептеймін. Қараңызшы, бүгінгі күн басынан аяғына дейін қуанышты деп бір-ақ сөзбен айттым. Дәл бүгінгі күні біздің сабақта өте көңілді, қуанышты кезеңдер көп болды. Байқайсыз ба? Мен көрдіңіз бе? Джон Гриндер мен Ричард Бендерлердің нақтылау позициясына көштім. Түсінікті ме? Бүгінгі сабаққа дайындалған кезеңде сіз қандай күйде болдыңыз? Бүгінгі сабаққа дайындалған кезеңде, сіз қандай күйде болдыңыз? Нақтылап сұрап отыр, қараңызшы. Қобалжу. Ал жалпы бүгінгі сабақта сіз қандай күйде болдыңыз? Көрдіңіз бе? Бір сабақта айтып отырмыз, дайындалған кезең мен сабақта. Екеуінде де дайындық кезең болды ма? Болды. Сонда екеуінде де екі түрлі позиция айтты. Өйткені адам қалай сұрақты қабылдады. Сіз бүгін сабаққа дайындалған кезеңде жалпы Мильтон әдісі, Мильтонның гипнозы қай жағынан ұнады? Қараңызшы, қай жағынан нақтыладық, Мильтон әдісін несімен ұнады? Әртүрлі сұрақ қоя алуға мүмкіндігі дейді. Мильтон әдісінде әсіресе сізге не ұнады? Әсіресе деп мен нақтылаймын. Мағынасына ашылуы, сөйлесе алуымыз, және де дәлірек қандай сұрақтар қоюы. Рахмет, жалғастырамыз. Сонымен қандай ерекшеліктерге мән беру керек екен Мильтон гипнозында? Мильтон гипнозында мысалы клиенттер келеді ғой, сол кезде айтады, мысалы мен бақытты болғым келеді деп келеді. Бақыт деген әр адамның ойлау жүйесі бойынша әркімге әртүрлі позициямен беріледі. Именно нақтылау керек те, сен үшін бақыт деген ақша, байлық, білім, бала. Нақты не? Нақты не деген кезде бар деп барып бағанағы жалпылау. Жалпы кеткен ойдың бәрін нақтылайды. Сосын жаңағы тағы да мысалы мен өзімді
қолымнан түк келмейді деп есептейміз да. Иә, сіз өмірде шынымен де сондайсыз ба, жоқ белгілі бір іс-әрекет деген кезде анау, оказывается, мен ондай емес екенмін ғой деп узкий өзінің мағынасын білген кезде миындағы бағана артық ойлар кішірейеді. Оның өзі өте күшті сұрақтар да адамдарға нақтылауға өз-өзін жаман емес, жақсырақ тануға мүмкін. Дұрыс айтасыз, тағы да не айтуға болады? Мысалға, Мильтонның әдісінде адамның миына әсер ету бар. Миына әсер еткен кезеңде қандай біз ерекшеліктерді қолданамыз? Бар ма сіздің жауабыңызда сондай? Енді қараңыз, бұл жерде тағы бір айта кететін Джон Гриндер мен Ричард Бентлер өз Мильтонның жалпылама айтылады. Мысалы, денеңізді бос ұстаңыз, шалқайып отырыңыз. Мысалы, сондай техникаларды, жаттығуларды айтқан кезеңде адам орындайды. Орындаған кезеңде Мильтонда ол жалпылама айтылады. Жалпылама айтқан кезде сіз өзіңізді сондай керемет адам деп санап көріңізші. Шын мәнісінде сіз керемет адамсыз. Қай жағынан білмейміз, әйтеуір кереметпіз. Ал Джон Гриндер мен Ричард Бентлерде бұл жағына нақты мән береді. Сіз керемет адам болсаңыз, қандай болар едіңіз? Көрдіңіз бе, қандай болар едіңіз? Сіз керемет адам болсаңыз, неге мән берер едіңіз? Нақтылау бар. Номинализация, жалпы операторлардың бәрі негізінде ашық айтылады. Сонан кейін қарап отырсаңыз, бір ғана мысалмен келтірейін. Мильтонның, Джон Гриндердің идеясы, келіп, мына қағазын қойсаңыз. Мына қаламсапты қазір ұстап алуыңыз керек. Сіз ұстай аласыз, қараңызшы мен не істеп отырмын. Мына затты сіз ұстап алуыңыз керек. Сіз ұстай аласыз. Мен қолымнан жіберген кезінде. Не болмаса, мына затты сіз ұстап алуыңыз керек. Бітті. Екеу түрлі нұсқа берсем, екеуі қайсысын қабылдайды мысалы. Ол маған байланысты емес, жеке адам. Өзіне сенімді болса, құндылығы өзінің бар болса, өзінің миссиясы болса, осы жерде миссиялық позициясын ұстаса, онда бұл ұстай алады. Ал көрейікші. Дайындық жоқ, сенім жоқ, дененің бос ұстау бар. Бірақ та идеяның, ішкі дүниенің жинақталуы жоқ. Ал енді бұдан кейін қараңыз, қол дайындала бастайды. Қол дайындалып алып мен ұстап аламын дейді. Ол қол ұстамайды. Сананың көмегі арқылы қол ұстайды. Сана көмектесу. Ол үшін біз көбінесе қолды дайындаймыз да. Сана мида ғана айтты ғой, қолды дайындаңыз деген сияқты. Ал қалай дайындау керек? Оған ешқандай мүмкіндік болған жоқ. Ал енді көрейік. Сіз дайынсыз ба? Маған қарап, көзіңіз маған қарап. Менің көзім белгі береді негізінде тастайтын кезде. Дайынсыз ба? Көзім бір жыпылықтап қойып ем, қолым соза бастады. Ол негізінде шынында да дұрыс жасады. Көз деген, менің көзім ақпарат береді. Сол ақпаратты дұрыс орындалған кезеңде, онда адам бұл қарындашты ұстап алады. Кеттік, дайынбыз ба? Дене қапып тұр, ал қолған бір ғана қол. Дене икемді болу керек. Бұл жерде соған мән бермейміз. Тағы да көреміз бе? Дайынбыз ба? Ол үшін адам, мен қалай өзім денемді бос ұстап тұрмын, сізде бос ұстауыңыз керек. Сонда сенім пайда болады. Дайынбыз ба? Кішкене ғана жетпей қалды. Әлі ықылас ниет толығымен анықталған жоқ. Оң ниет жоқ. Ұсталмай қалатын шығар, ұстай алмай қалатын деген қобалжу бар. Қобалжудың қажеті жоқ. Сіз мүмкін, сіз не берсеңізші, сен ұстай алатыныңды сенем ұсташы деген сөз. Оған жеткен жоқпыз. Дайынсыз ба? Қаншалықты дайынсыз? Шынымен бе? Сенемденші. Жүрегіңізге қолыңызды қойып тұр. Сен дұрысы ба? Мен де сенемін. Дайынсыз ба? Әлі де қобалжу бар. 100% ал көрейік. Жолға келді, бірақ та не болды? Кішкене қобалжу бар. Мына қобалжу қашан адамның бойынан кетеді? Мильтонның есі гипноз соған алып келеді, байқасаңыз. Мен сізге гипноз жасап жатқан жоқпын. Мен сізге
көрсетіп жатыр қалай болады екен, соны көруіңіз керек. Ал енді сол қобалжуда мен артылған ойладым, қанша жерде қобалжу кетеді, дайынбыз бар. Мен 100% сенемін өзіме дейінші. 100% дайын, өзіме сенемін. Маған қарамай айттыңыз 100% емес 80% ғанасың. Ал мен көзімен көремін, сол кезде айтамын. Дайынбыз ба? Ұстаймын деген адам тастай салады дейді. Да? Бұл адам, мен мысалға ниетімді білдіріп, ол егерде мен ниетімді білдіріп, өзі дайын болмаса қандай түсіп кетеді. Міне айырмашылық сонда, адам сену керек. Адам бірінші өзіне сенеді, өзіне, ішкі дүниесіне. Содан кейін барып басқа жаққа. Кесті?